Армысыздар, ревью бағдарламасы басталды. Еркебұлан Дайыров өзі сомдаған ресейлік кинотуындының тұсауын кесті. Талантты актер Игорь Зайцев режиссерлік еткен Тобол тарихи драмасында басты кейіпкерлердің бірін сомдайды. Дайыров шетелдік картинаға қалай тап болды? Тілшіміз сұрап көрген еді. Талай тарихи туындыларға түскен Еркебұлан Дайыров кезекті картинасын таныстырды. Талантты актерға бұл жолы ресейлік танымал режиссер Игорь Зайцевтің драмасында ойнау бұйырған. Біздің Намат каскадерлар тобының жетекшісі Жайдарбек Күнгожинов ағамыз. Ол кісімен бұған дейін де бірнеше проектлерде жұмыс істегенбіз. Сол кісі жаңағы режиссерға Игорь Зайцевға мен туралы айтып, видеопроба кастингке, арнайы закрытый жабық кастингке барып қатысып, сол кісінің көңілінен шығып киноға өткен жайымыз бар. Еркебұлан Тобол фильмінде жоңғар қолбасшысының рөлін сомдайды. Орыс әскерлеріне қарсы ашық айқасқа түсетін қалмақтардың жетекшісінің образы мансабындағы маңызды кейіпкерлердің бірі дейді актер. Әрбір геройдың өзінің шындығы бар. Мысалы, менің геройымның шындығы ол өзінің жері үшін, өзінің отаны үшін, өзінің шекарасы үшін, сол үшін соғыс пісіп жүрген адам. Міне, ол зұлым деп айтуға болмайды. Дайыровпен қатар ресейлік туындының басым бөлігінде бой көрсеткен қазақстандық Намат станс каскадерлар командасы. Қауіпті трюктерді орындайтын үздік жігіттер құрамасы картинаға арнайы шақыртумен тап болған. Бізді интернеттен көріп, енді Голливудта істеп жатқан соң өздерін каскадерларын шақырмай тұрып, бізді шақырды. Осы жаққа кеп, көріп, қалай істейміз, оған мына жерде төбелестерді көрсеттік. Тростармен адамды жұлып, жануын, адам жанатын жерін төбелес, аттармен, трюктарын бәрін көрсеттік. Ұнады. Намат бүгінде Disney және Netflix сынды әлемдік деңгейдегі кинокомпаниялармен бірге жұмыс істеп жүр. 80-ге жуық епті жігіттерден құралған ұжым 2003 жылы жасақталған. Надо остановить войну. Ал Тобол тарихи драмасы Ресей әскері мен жоңғар тайпасының арасындағы кикілжіңді суреттейді. Тарихи фильмде сатқындық пен махаббатқа да орын бар.